Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін біз ерекше торт вупипай жасайтын боламыз. Ал кеттік, тек позитив. Ең алдымен тесто жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қант 160 грамм, 4 жұмыртқа, 200 грамм ұн, 160 грамм Қазақстан шоколады міндетті түрде, 80 грамм сливочное масло, 10 грамм қопсытқыш, 20 грамм какао қажет. Енді тестаға керек қоспаларды алдын ала дайындап аламыз. Шоколад пен сармай ертеміз, ұнға какао қосамыз және үстінен қопсытқышымызды саламыз. Осылай алдын ала дайындап қоямыз. Енді жұмыртқаларымызды бір ыдысқа жарып, үстінен қантымызды саламыз және ақ пена пайда болғанға дейін миксермен араластырамыз. Міне осындай аппақ пена пайда болу керек. Ақ пена пайда болды. Құрғақ массамызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бір текті масса пайда болу керек. Мінекей осындай қою болады тестамыз. Енді жаңа дайындап алған шоколадымызды қосамыз. Міне түсін көріп отырсыздар, осындай қоңыр түсті шоколадтың түсімен бірдей болу керек. Енді бізге пергаментке дөңгелектер сызып алу керек. Менде формам үлкен екен. Вупипайдың диаметрі 22-24 сантиметр. Мен бір лайфхак қолдандым. Осылай чайниктің көмегімен карандашпен сызып алдым пергаменттің үстіне. Міне 22 сантиметрлік форма болды. Енді дәл осылайдан төртеу жасаймыз. Міне төртеуінде сызып алдым осылай. Енді сызылған бетімен емес, келесі бетіне аударамыз. Барлығын осылай жайып шығамын. Дайын тұрған тестамызды біркелкі барлығына салып шығуымыз керек. Ол үшін мен әрқайсысына 2 қасықтан осылай салып шығамын. Сол кезде сіздің тестаңыз біркелкі шығады. Енді шпательдің көмегімен форма бойынша жайып шығамыз. Енді духовкаға саламыз. 180 градуста 3-4 минутта піседі. Міне пісті, піскенін шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Енді келесі коржымызды салып пісіріп аламыз. Мінекей екінші коржымызда дайын. Өте жұмсақ. Қалыңдығы мінекей осындай жұқа болады. Барлығы бір тегіс. Ал кеттік. Крем дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге 150 грамм сахарная пудра, 500 грамм творожный сыр, 33% 500 граммдық сливки керек. Сливке міндетті түрде холодильниктен шыққан салқын болу керек. Енді үстіне творожный сыр саламыз. Венчикпен немесе миксермен бір текті массаға дейін араластырамыз. Міне осылай қойылана бастаған кезде үстінен сахарная пудраны саламыз және ұзақ араластырмау керек. Себебі крем сұйық күйге еніп кетуі мүмкін. Міне бізде осындай өте жұмсақ креміміз дайын болды. Қою. Кондитерский мешокқа вупипайға арналған насадка 808-ді саламыз. Одан кейін ғана кремді салуға кірісеміз. Кремді осындай лопаткамен немесе қасықпен салсаңыз да болады. Міне салып алдық. Енді содан кейін ғана салғаннан кейін ұшын кесетін боламыз. Ыдысқа корждарымызды қоямыз, бір коржды. Осындай бағыт бойынша кремдерді жағып шығамыз. Қасықпен ортасын осылай тегістеп шығамыз. Міне корждың барлығына кремімізді жағып шықтық. Міне осындай әдемі торт шықты. Ганаш жасаймыз.
Оған 60 грамм майлылығы жоғары сүт және 120 грамм шоколад керек. Міне осындай ганаш шығу керек бізде. Енді дайын болған тортымыздың үстіне осылай құямыз және қасықтың көмегімен бір тегіс қып жайып шығамыз. Міне көріп отырсыздар, осылай жан жағына шоколадтар түсу керек. Міне ганашымызды осылай жағып алдық. Тортымыздың 95% дайын деуге келеді. Енді декор жасаймыз. Декорды қалауыңыз бойынша жасайсыз, немесе жасамауға да болады. Міне бізде осындай өте әдемі тортымыз дайын болды. Жақындарыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.